медальный ма пояс болса. Надо блогерством заняться. Biz Чуданаға келдік. Сарқыттан шай ішеміз. Тәте отыр. Телефон көріп. Бешбармақ жейміз. Сарқыттан қалған. Аманда Роза и Роз дейміз оны түсірек. Чудана трендтағы видеоны түсірек деп қоймай жатыр. Вареньяларын әкеліп жатыр. У нас здесь клубничный, абрикос. Это клубника, это абрикос. Абрикосовый и клубничный. Мынау арахонияның сербиядан әкелген меді. Мынау не дедің? Айвар деген. Айвар деген. Как не қазақтарының лечо салаты сияқты ғой. Это вот сейчас я покажу. Вот, смотри. Вот, айвар это Сербиядан. Сербия, это, ну, у них как, Это. ну, паста или Да. приправа какая-то, у каждого на столе у них. Аха. Рахония біздің чемпион, бапкер. Тренер. Иә, Сербияға барып, иә, Сержан ағасын баптап, екінші орын алып, күміс медаль алып. Иә. Он, Мына біздің тәтеміз контроль жасайтынымызды. Момент шай шаққан. Давайте вот это мясо вот так положим. Вот кушайте конфеты, которые кашруют. Вот эти конфеты плавные, как бананы. Алла Тағала қолдасын Ашылар жаңа кодпен да Парольді пенсионерді қарап отырмын да. Ну, басқа не алсаңызшы? Мына не болған просто басуға анау. Все. Енді жұмысқа кеттім. Машинамды жуым керек дейді. Әлі жуылмай жүр. Еще сарқыт салып жүрді. Қайнапама келдік. Шай ішуге, әңгіме соғуға. Жаман деп айтып, мен настроение. Жанеля, әңгіме. Мен там алдына жыл айтыстан болды. Не айтты? Алдында түнде айтетілердің үйіне бардым ғой мен. Манты жедім, әңгіме соқтым. Сендер ұйықтап атқанда. Мә. Қазақша. Кел шықсайыз бір ғаты. Иә. Қамзол. Ауызы шарға дайындап жатыр. Бірақ та өзі ауыз бекітпейді. Соны айтты. Күшті. Иә, күшті. Иә. Қонаққа дайындалады әйтеуір. Иә, ауызы шарға дайындалмайды. Мади отыр. Просто папа тісін қақпа дейіне отқаныңыз түсіру. Эксперимент. Мади, сен мұртыңды көрейік. Йо! Что? Екі ауырады ғой деймін, кішкене. Бір, екі. Кәне, көзетші. Кәне. Ё-моё, қаншама тішін. Жоқ, мен өлеңдерді жақсы көрмеймін. Мен музыканы ұнатпаймын дейді. Тек қана сатыра деймін.
Алиса. Алиса. Алты көбейту алты қанша? Алты көбейту алты қанша? Алиса, сен шатасып тұрған жоқсың ба? Жұртта шәмсіз болмайды. Отан сен болмаса не етерем, мәңгілікке бақытсыз болып өтерем. Қазір Мадиді шошытамыз. Мади! Анел маған мені видео фотоларын жіберіп жатыр. Ужас, қане көрсетші, қаншама. Блин, надан бір видео жазу керек. Короче, бірнеше видео даже жазуға болады, иә? Мама, қада слышпа? Мен бүгін бауырсақ пісірейін дедім балаларға. Короче, бауырсақты мен обычно былай ұзын қылдырып істеп, содан кейін кесіп салатынмын. Осы жолы ровный қылып істедім. Андай стаканмен бөліп, енді көреміз қалай шығады екен. Майын ерте салып қойғаным ғой. Ой, май қызбай. Долго пісіп отырмын. Так, қазір балаларға шайын берем, біздің аузымыз. Короче, осындай болып шығып отыр. Бауырсақтарым күшті сияқты өзіме. Осындай бауырсақ шықты, күшті, иә? Біздікілер жеп алды уже. Мен еще шелбексіз салып қалғаны. Ертең Мансұрдың туған күні, соған мынадай барни алып отыр. Так, 5, 20, 19 бала ғой. 10, 15. Короче, осындай суға алдым болдым. Барняға қосып берем. 20-сына алдым. Жеті, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Желаниясын айтуға ұмыт кеттік, кәне. Бар папаның қасына барып айт. Жақында тұр. Ал. Болды, айттым. Желание загадывай. 1, 2, 3. Загадывать еттің ба? Иә. Ал, давай, үрлем. О, молодец. Енді исполнится. Конечно, исполнится. Бүгін Мансұрдың туған күні. Соған сыныпқа осындай тәттілер қажет. Мансұр ал ана, мен де аяқ киемді. Ал кеттік. Жүр. Қайсын. Күн жылы екен, Мансұр. Күшті болып бізді. Жақсы көресің, камера. Актер боласың ба? Жоқ. Мы тема. Блогер боласың ба?
машинаны апарып қой холодильникке. Колбаса алды, я? Мама еще сыр салмады. Я сыр салу керек. Мама, өйткені әдейі. Тез піседі, иә бұл? Иә. 5 минуттан аз береді, піседі 10 минуттан. Мама, Мама орталарын содан ашып қойды, сыр қосатқан. Сосын ашып қойды. Неге мұнда сырды? Не істеп отыр ма? Теркадан өткізіп отыр. Теркадан өткізіп отыр. Біреуі дайын болды, я уже. Екіншісін дайындап отырсын. Қазір екеуін салып жүру керек. Бір противенға кіргізіп, ана астына духовканы. Все, осымен дайын болады. Ал, жүріңдер, көрсетемін. Опа! Ой, қызып кетті духовкамыз. Қазір біреуін өткізейін. Мама, біз деген ауылда не істеп едік қой? Мама, Не? Жақындап түсір. Teknikтеріма қандай зуып қараңыздар. Қатырлап тұр. енді долго пісті. Жоқ, долго емес. Қой долго. Болды все. Все, біздің пиццамыз пісті. Осындай болады. Күшті. Қытырлақ болды, иә, Масыр? Мен аузымда да қыстырмаған. Да. Көздәші. Масыр кеселін жатыр. Кесел істеп берген оған. Аз болсын. Ау? Иә. Барлығының үйінде осындай шығар. Новый годтан қалған кәмпиттер. Ешкім жемейді. Сникерс, Мас болса, Милквей болса жеп қойып еді. Твикс. Бізден де кәмпиттер қалды. Ау? Арасынан таңдап ба? Менде осындай кеселерін кесені ауыстыру керектін да. Бізде күйеуім андай кесемен ішкен жақсы көреді. А мен кружкамен жақсы көремін. Сол андай әдемі кружкаларлық бар ғой қазір модный. Сондай алу керек. Миллион? Ja, мен 2000 теңгеге алдым, мен 2500. Иә, ол миллионды 3890 теңгеге алған. Жоқ, почти 4000 теңге ғой. Ja. Неге? Нағашысының берген ақшасын. Ау. Ішінде ойыншығы болып, домалақ, иә? Ja, коробкасы. Мягкий. Мен оны өзім жуып, коробкасын салып, ойыншығына ішіне қойып қоятын. Иә. Ладно. Что унесли, короче. Шының да? Наверное. 400. Кеңдерді қойыңдар. Башқа чуырау қойсын. Все полусонные. Ұйқылоя бәр. Бүгін пятница, бүгін демаласыңдар. От души. Цифрасы готов. Сал, замогында. Мама, кет. Таңертең салады ғой бұлар, таңертең. Тірелгенде, таялғанда бәрі. Таңертең кеше салған. Біз мектепке бара жатырмыз.
Анель тренировкасына барат. Ол тренировка емес. Бүгін сендерде не турнир бола ма? Жарыс болады. Мансұр мен Мади сабаққа барады. Кішкене не болып тұр, гололед сияқты. Всем привет! Қалайсыздар достар? Жұмысқа кетіп бара жатырмын. Ноутбук қасымда всегда. Кішкене кешіріктеу шықтым, өйткені заявка беріп тастауым керек болды. Осылай пробка болып тұрады. Старый городпен қазір трассаға шығып газды басамыз. Екі қызметімізбен саяхат. Бізде бүгін манты тыквамен. Бірінші сендептім тыквамен мантыны. Тыкваны тәтті дәм береді да. Біздікілер жақсы көрмейді ондайды. Но анау күні прям жеп сочный екен манты тыквамен. Істеп көрейін деп көндірдім Мұратты. Сырты қатты екен. Ой, қолым бар. Кесіп шығамыз. Көбекпен. Қазір дайын болғанда көрсетемін сіздерге. Так, тыкваны турадым. Пияз салдым ішіне. Сосын картошка салып жібердім, арасына білмеймін қалай болады екен. Картошка салу үшін еді вообще тыкваға. Сосын сұйық май қойдым. Су қойдым. Қазір осының барлығын араластырып, тестасын уже дайындап қойдым. Сосын пісіреміз. Көреміз. Қалай болады екен, сочный бола ма екен, болмай ма екен. Тамайды? Күшті болды оны. Майлы менде фарш. Мен прям майлы фарштар жақсы көрем. Зато манты құрғақ болмайды да. Сочный болады. Жарайды. Все. Сабақ қашан оқисың, ай? Бір жылдан кейін. Сен қашан оқисың? Жатады осылай. Сабақтан келгеннен кейін бір сағат әңгімесін айтады. Сосын жарты күн шешінеді пока волейболдан келіп бұл. Мен бір жылдан кейін оқимын. Рабыстар ойнап тастайын. Түріне не болады сенің? Жаңа ол маған манты істесуге көмектескен. Мансұр, сен түрінді көрдің бе? Оның бәрін жауапсың түріне. Бізде барлығы серебро болып жатыр. Короче, залға мен штор тігіп жатырмын. Білмеймін енді, бұл кажется не темный болатын сияқты. Еще бүгін большая стирка болды міне. 2 сушилкада. Анель бізде папамыздың туған күні сағат 12-де соған андай надпись алдық, с днем рождения деген. 36-ға толып жатыр. 3-ті алғанбыз ғой. Сыртында 3 деп жазылып тұр, бірақ та 8 келді. 8 ішіне салып қойған ғой. Енді ертең барып сол ана 3-ін алу керек. Вообще андай үлкен шариктар бар ғой. Кәдімгі шарлар. Именно осындай шарлар. Қарағам, таба алмадым. Ертең тағы қарап көрем. Чтоб на потолокқа іліп қоятын. Короче, мантыны салып қойдым. Ойбай, пысында күйіп отырғаны. Көреміз енді. Қалай болатын қазір. 40 минуттан кейін алам. Кісі тыквамен манты жемейм деп жатқан. Ас болсын? Тыква жоқ екен. Тыква бар, кішкене ғана салғанмын ғой мен. Сендер білем ғой, тыкваны көп жақсы көрмейсіздер. Мансұр апасын шақырып жатыр мантыға. Алло, Камшат апа. Анданы мен Вайлбердтан заказ бердім. Прям күшті. Қазір іліп болсын, сосын көрсетеміз. Мен штор тігіп жатырмын. Мен дочам іліп жатыр.
мына шторда темный бола ма деп ойлағам, әдемі болмайтын шығар деп. Именно осы түсі мына жағы, мына расцветкасы күшті екен. Мен комбинировать еттім ғой, мынадай мраморный сияқты и просто как атласна blackout деп айтылады екен. Күн өткізбейді дейді, білмеймін. Біздің балаларға өз сондай керек болған. Қазір әленгеннен кейін тағы көрсетем, ауыр дейді, анел етеді. Мен шаршап қалдым бағандан бері. Аты өзім ілуші едім. Осындай штор тіктім. Астын ұзындау қылдырдым. Бола берсін молынан. Не осындай цвет. Комбинировать еттім. Мына жағы басқаша, мына жағы басқаша. Осындай. Қазір енді мына жағына ілем. Әлі тігуім керек. Мен ұлымның салып атқанын қараңыздар. Канематик көрсетші. Оригинальный несін қара. Да? Но копировать етіп атқан жоқ, Мади. Астында несі бар. Копировать еткен жоқсың ғой, да, точно? Өзің салдың ба? Так, давай тексереміз. Копировать еткен жоқ. Аха, ұқсамайды. Аяқтар ұқсамайды екен. Аяқтар ұқсамайды. Мына жерде аяқтар жіңішкен, аяқтар үлкен. Күшті сопсың, молодец. Бастар ұқсамайды. Қол ұқсамайды. Молодец. И тасылып жатыр. Күшті прям. Соғымның еті ғой. Қазір көбігін алып тастайын. Кішкене көбіктері бар. Мына жақта. Мына жақта сүріледі. Екінші тарaf. Қазір етін саламыз. Все. Болды. Қазір етін салғанда тағы сұраға. Шпармақты бізде картошкамен жеңеді. Картошкамен балалар жақсы көреді. Обычно біз морковь қоспайтынбыз да. Морковьпен күшті болады. Квасочный. Бізде селер де қосылмайды. Картошка. Соғымның еті ғой. Кішкентай. Андай қатты биенің етін алған жоқпыз. Сосын құнанға тайма сондай қойған. Және обзор түсірейін. Мынау бізде бар ғой копилка. Осының ішінде копейкалар тұратында мен осыны ашатында мына жерден. Копейка яғын ғой? Иә. Осында бұрында қандай ақша бар тұрды, ашып көрейікші. Копейкалар жоқ, бұрынғы заманның копейкасы ғой.
Оны ашып көрдің ішінде копейка бар. Жоқ. Мына сағат ата подарить еткен әжеме. Менің әжем, мынау менің нағашым. Мынау бұрынғы заманның фарфоровый несі, куклалары. Помните, матрешка сондай болушы еді ғой. Әжеме подарить еткен ғой атам. Атам романтик болған екен ғой. Мынаны да әжеме подарить еткен. Мынаны апа. Мынау бізде бұрынғы заманның радиосы. Көрдіңіздер ма? Мына фото. Ау, нағашының фотосы ғой, нағашымыз. Мама, мынаны апа жасап берді, саған тігіп берді ғой, Иә, бұны маған әжем тігіп берген. Еще мына жерде. Короче, мынау маған апам бірінші класста оқығанда осындай тігіп берген. Қараңызшы, қандай әдемі. Мына жерде ортасын не болып еді? Біреу кесіп алыпты. Мәсір, саған кесіп көрсетейінші. Примерно сендей басым болды ғой. Зачем сен тілін шығарасың? Мына жерде болған жоқ. Еще бұның әдемі оранжевый жилеткасы болған. Оранжевый? Аха, оранжевый. Күшті, апа күшті ғой. Мына үкі ғой. Үкі. Үкі? Үкінің несі жөні. Үкі? Үкі болды ма? Күшті болып тұрған. Үкі болды ма не? Сенде жақта? Үкін терісі ғана. Мынау андай, білмеймін не екен. Соны түсінбей қойдым, салфетница ма, білмеймін. Осындай. Бұнан бері бар осы. Маманың сандық шығар кішкентай. Жоқ, сандық емес. Мынаны көрсетейін ба сіздерге, алдында көрсеткім келіп жүрген. Мынау коллекция ғой. Жазып тұр. На память любимой дочки Рабиге. Аха, не. Жазыртып алып келген Кисловодсктан. Атамыз. Осылай. Бокал. Кисловодск не. Рабиға жеге. Иә. Мама не? Мынаны қараңыздар. Ой. Но стакан ғой маманандай. Не бой құяды. Мүйіз ғой, мүйіз. Жоқ бұған құймайды, тұр просто интерьерный ғой. Осындай. Бұл жерде Ағаш қасық. Көрінсі ма? Мынау осындай не. Міне. Мынау айтпақшы осының кішкентай ақманы болған. Кішкентай. Міне. Міне не қазір көрсетейін. Мынаны көрдіңіздер ма? Қандай күшті. Мама. Сол қасында жүре ме? Мама. Міне. Кішкентай. Балапаны, короче. Секунд қасында жүрсің, замсың. Күшті, е? Мынау бұғы бар ғой. Сол бұғыны мен 6 жыл па сонда салам. Мерекенің осындай трафареті болатын да нағашымның. Сол как раз далада красить етіп атты да. Соны салып, мынаның бәрін өзім салғап, сосын бұғыны салған бұғыны қиып, осылай жабыстырып тұрған, уже неше жыл болып тұрған. 15 жылдан асып кеткен шығар. Сипаған сайын ұялап барады. Иә, кәне. Киса. Киска. Тақтайын отыр. Қайында отыр ма? Секунд отыр. Жоқ, татыр ғой. Кисакс. Biz kettik. Давай пока. Al kettik. Давайте. Мен түсірмеймін. Үйге кеттік. Мына жақта көкпар отыр, ана жерде жақында тұршы. Көкпар, аха. Я бауна. Почти будет
Всем привет, достар, қалайсыздар? Бүгін таңғы 5:30-да тұрып, бұрынғы жазда қалаша шыртым. Солай жүрейін деп шештім. Шақ жүрмегелі көп болды. Бұрын күніне 8 мың, 10 мың, 11 мың шақ жүретін да. Қазір машина алғалы бері мүлдем жүруден қалдым. Енді соның орнын толтыру керек. Шақ жүріп осылай движениеде болған жақсы ғой. Сол қазір білмеймін енді қанша жүргенімше жүріп айтпақшы наташак тамақ ішкен жоқпын. Аш қарынға жүріп келе жатырмын. Менімен бірге болыңыздар. Біздің ауылда осылай свет жанып тұрады. Жақсы. Қараңғыда жүрмесін заты. Все, келдім. 4500 шақ жүріп сағат 6-та шыққам. Көп жүре алмадым өйткені. Міне қыз балаға неге пісіріп бердік шайға, завтракқа. Тауға аяз екен. Енді аяғым тоң қалды, содан кейін бетім тоң қалды. Мынау күшті екен. Денеме бәрін қан жүгіріп, бетіме күшті болып қалды. Қазір білмеймін, Мансұрға блин істеу керек. Блины или панкейк? Соны істеу керек. Мансұр мен анығы ауырып жатыр. Кеше ауырып бастаған температура болды. Одан кейін жаңа мадей тұрып таңғы 5:30-да ұйықтай алмай жатырмын деп, басым ауырып жатыр деп. Басын ұстасам, прям ыстық басы. Мансұр ғана барады сабаққа. Бұрын жазда жүрген. Осылай шақ жасап. Ол кезде машина болған жоқ. Жаяу баратында, автобуста түсіп, 3-4 остановка жаяу баратында. Кейбірде кешке жақын жүрем, осылай таңертең жүретінді. Таңертең бірақ көп жүрмейтін да, көбінесе жаттығу жасайтын да. Енді хотя бы сағаты 6-та тұрып, бір 3 мың, 4 мың шақ жасасам да, солай істеу керек болып тұр. Өйткені қыс келгелі осылай. Вообще движение жоқ. Келеміз, ужин ішеміз, ыдыс анау жуып, сол балалардың сабағын оқып. И жататымызда телефон қарап. Түк движение жоқ қой. Айтпақшы, менде весім қазір 70-та 500 грамм. Соны түсіру керек. Білмеймін, қанша килограмм түсіретінді түсіру керек. Менің бойым 165, маған примерно 65-64 болу керек қой. Көреміз енді. Қазір блины пісіреміз. Блины или панкейк. Короче, завтракқа бірдеңе істейміз. Короче, осылай. Өзімше панкейк істейін деп ойлағам. Панкейк кім осылай болды. Блины осындай. Қазір пісірем. Білмеймін, осыны до конца пісіріп үлгерем бе, үлгермеймін бе, өйткені сағат уже 7:15 кетті. Балалар сағат 8-де сабақта болу керек. Бірақ та Мансұр ғана барады бізде енді сабаққа. Жаным, сол кеше сұраған блины, е? Өзі ғана барады бүгін школға, мектепке. Ана қасығын алыпса. Жеп алды тағы да блин пісіп жатыр. Курткаңды кие бер, қазір кішкене қызығасың, Маш.
Мамин капюшон кийсе коюңчу азыр. Шашым катпайбы? Сен гель деп койдун ба? Аузыңды жуусач бар бетинди. Бар жу. Таста. Тастыра турасың. Мансурда бүгін фотосессия болады екен. Фотоға түсіреді екен. Соған Мансур шашын барын келдеп, шапкасы барам деп, мектепке дейін. Дала аяз. Шапкасын кигізіп тастадым қайтта. Қанша градус болып тұр қазір айтайын? Минус 17 бізде Астанада. Минус 17. Аха, біраз аяз. Кәдімгідей аяз. Бес алып кел енді, иә? Біздің кешке жақын сабақтарымды оқып қойды. Кетті Мансур. Школға асығып баратыр. Балалармен ойнау үшін жүгіріп баратыр. Уже кетті әлі. Сәлем достар, қалайсыздар? Біз ауылға кетіп бара жатырмыз. Бақта қаладан келеміз. Ау? Бақта қалаға барып ауылға барамыз. Иә, қазір тәтемізді алып кетуіміз керек. Сол кісіні алып, сосын ауылға кетеміз. Ауылдан бөлісетін болған видеолар. Арнадан алыстамаңыздар. Сәлем достар, сендермен бірге мен Мансур. Бүгінгі видеода біз деген ауылға барамыз. Бір күнімізді сол жақта өткіземіз. Және де мама. Неру? Итті қараңыздар. Бұны да киіндіріп апты. Қызық. Қытайдан табағым келген. Соны алып кетті. Алып кетейін деп отыр. Шолай. Мына коробканың ішінде не бар екен? Ой. Ішіне кеп қалмасын артымыздан. О, очки бар екен. Құдай, анау кішкентай ғой. Мынау кішкентай ғой маған. Маған бері сал. Маған бері сал, ұлдардікі болсын. Ұлдардікі емес, қыздардікі ол. Анайға бері сал. Ал енді мына жақта не бар екен? Не бар екен? Сырға! Алтын сырға. Жоқ, алтын емес, ол бижутерия. Алтынға ұқсайды, ә? Короче, мынадай сырға. Алтынға ұқсайтын сырға ма? Амам. Аха. Мен ұстап білейінші? Алтын түстес. Мен ұстап білейінші? Алтын түстес сырға. Әкет. Ана жері жеп екен. Аха. Мына не екен? Олик не екен? Мына жерде. Андай нелер. Фломастер. Фломастер емес. Бұл анау ерін бояйтын ғой. Фломастер оқыл. Қазір очкиімізді киіп алып, осы кішкентай очкимен ауылға кетеміз. Ожидание реальность. Вообще мен вообще басқа очки Мам, көрейінші? таңдағам. Кішкене побольше болады ма деп ойлағам. Дәт киіп осыны. Мам, көрейінші? Қазір Мансурды көрейік қалай киеді екен. На, келмейміз. Сенің мұрның қайда? Міне тұрған? Мә, болып тұрмын ғой.
Не болып тұрсың? Бот. Бот? Мама. Айтамын несінде? Айтамын Ұнаған дәмді ғой. Аман есен ауылға жеттік. Менің өскен ауылым. Найытты шаршамайды екен. Келдік. Біз келдік ауылға. Қазір не істеп отырсың? Не тығып отырмын. Не тығып отырсың? Көрсетпеймін. Көрсетші. А? Ақша тығып отыр. Кәне, қанша ақшам бар? 13 мың. Кетші. Алаймыз. 13 мың теңге бар мазырда. Ол сенікі емес шығар бары? Иә, Мадияға бөліп беремін. Мадия барған екен. Так, Ғашыларың берген мен. 2 мың, Мынау 5 мың теңге кімдікі? 3 мың, 8 мың. Кімдікі қайсы? А? 5 мың теңге. Var, benim Madiya'da onun ilgi. Да, ты что? Anal. Ya sana емес. Бүкіл sana. Бүкіл 13 мың. Да? Мазыр бай ғой. Маған. Не тығып отырып десем, өзі жалғыз отыр сөйтсем. Ақшасын санап отыр екен. Маған 6 мың. Оларға 7 мың. Не 7 мың? 7 мың ма? Жарайды. Короче, біз қазір не істейміз? Пицца істейміз, иә? Иә. Пицца Говяжий. колбаской. Говяжий сервелат мына жерде. Мен ауылға келмей Ауылда тұрып айтқам. моцареллаға дейін бар ғой үйде. Ал мен ауылға бармай тұрып айтқам. Иә. Бірақ та Мансұр пицца жақсы көрмейді. Сен деп Сервелат говяжий. сервелат. Сервелат. Сервелат говяжий. Қазір пицца істейміз енді. Тестасын уже істеп қойдым. Мордыға деп қоямын. Енді білмеймін, қазір помидор салу керек шығар. Сар бізде мама пицца пісіріп жатыр. Ал енді жасадық. Мұнда бізде колбаса. И мама тесто. Тестаны жартысын алдық. Так, енді мына жерге майонез. 3 желания. Ой, 3 желанияны айтамыз. иә, мен ана 3 желания ол деген подписаться, лайк, комментария. приправаларын алған жоқпын. Кетчуп, майонез. Енді қалай? Вроде бы нормально шығатын сияқты. Нормально шығады. Мен всегда ауылға келгенде осылай пицца, сондай тәттілер, сондай пісіріп беруге стараюсь. Мама, анандай суши, пицца заказ береді ғой. Магазинный пицца ма, андай не? Иә. Пиццериядағы ондай істей алмаймын ғой мен. Менде только домашний ғана болады. Достар, біз деген салайын деп жатыр. Сырды мен қосайын деп жатырмын. Мен шоколад қосайын. Иә. Гигант. Ой, наоборот, мына жағынан. Аха. Қолыңды байқаш, қолыңды. Мына жерден ұстау керек. Байқа. Ақырын. Енді нан жартын кесе салып. Қиын ба не? Жоқ, қиын емес. Енді. Вообще қиын емес. Бізден мынандай пеш бар, бұл батареясыз. Бұл қыстыгүні көп жағылмайды. Күз
күзге қартай жағылады, күз уақытында. Қыста осылай, посудалар тұрады осылай. Мына жерде жуатын посуда. Оның ішін кішкене тазалап қойыпты. Че там, болды ма? Қане ашып көрсетші. Жоқ әлі жетпейді. Көбірек болу керек. Бұл моцарелла сыры күшті болып ериді. Бізде бұндай көбі бар үйде. Ал мен целыйын уже бітіріп тастадым. Все уже толды, я мансыр? Почти. Бір пиццаға жетеді бізге. Бір пиццаға емес? Молынан болады. 3 пицца Жоқ, жасаймыз. бұл бір пиццаға. Даже жартысы жетеді бір пиццаға. Бітіріп тастайын ба? Иә. Бітіріп тастайын. Өткізе сал. Сырын көбірек түйіп саламыз қазір. Чтобы сочный болсын. Сағат неше қазір? Сағат 4:30. Разбистің шайына. Күшті пицца жейміз. Ыстық па? Как магазинный болды, Мансұр, қарашы. Ыстық па? Иә. Онда қалай қолын тигізіп жатсың? Тигізген жоқпын мен. Опа, все. Неге пісірмей жатсың? Неге пісірмей жатсың пістіға? Мама 4 пицца пісіремін дейді. Иә. Интересно. Дәл осындай пісіремін дейді. Уже пісті, шай ішеміз қазір. Пиццамен, иә? Иә. Дәмді. Ағы осынша. Ауызышы. Біз ұйықтайық деп жатырмыз. Сағат неше болды? 12. Қой. Мансұр бізде пылесостайын деп жатыр. Біз тұрдық, бір күніміз өтті. Алла біз уже Кеше біз пиццадан басқа тағы да жұмыстар істедік. Тамақ пісірдік, одан кейін. Бірақ та оның бәрін түсірмедік біз. Мансұр қазір пылесостайды. Қайда шамдар бар. Боран болайын деп тұр. Қазір машинаны. Светофорда тұрғанда осылай видео түсіріп үлгерем. Одан кейін жұмысқа барғаннан кейін уақыт болмайды түсіруге. Жерде өзен, андай су ағып жатады мына жерде. Ол бізде Сарыбұлақ деп айтылады. Сарыбұлақ өзені. Мына школа. Ар жағында менің жұмысым уже. Жаз кезінде осы жерде жүретін де көктемде. 6 мың, 7 мың шақыр жасап.
домой, да. Машинам чушь. Сушеное дыня. Мен курткам қолтырып тұрсам. Иә, молодецсің. Құттықтаймыз. Лайк басып кетіңдер, осы Мадиді құттықтап, лайк басып кетіңдер, курткасын жыртып алыпты. Енді мамасы қинап отыр, тіге алмай. Сен мынадай, қарашы жақында түсі. Мынадай не бар екен бізде. Көрінбей тұр камера. Қып-қиыс. Міне. Қисық қой. Қамайтып отырсың, мам, қисық қой. Сен қинап отыр. Басқа ене алсай? Біздің ене жоғалып қапты, білмеймін, жоқ. Нормально болмайды екен. Короче, жаңа енемен тіге алмадым. Сразу машинкамен тігетін болдым. Бұл машинкамды мен декретте отырғанда күйеуім алып берген. Енді осы шаруаға жарады ғой. Ойлаймын, сап жүрейін осы түкке тұр деп. Бірақ та осындайға керекті. Мысалы, қалың куртканы қолмен тігу қиын ғой. Именно қолтық кезі, соны тіге салып отырмын күшті. Қайнаған ақбастау бар, ақбастау самайын ақбасқандар. Сен аңсайма қазіргі ақбастаудар. Бұрынғы өреден құртап қашқандар. Бұрынғы өреден құртап қашқандар. Всем привет! Қалайсыздар? Бізде қар ұшқындап тұр. Мен поликлиникаға барып жатырмын, анализімді тапсыру үшін. Менің поликлиникам қалада. Уже қанша? 10 жылдан асып кеткен шығар, даже 15 жылдан асып кетті. Мен сол поликлиникада тіркеуге шықпай тұрған кезде сол жаққа қаралғам. И ол жерден басқа жаққа ауысып келмейді. Осы анализдарым шыққаннан кейін, сосын мен аллерголogқа барамын. Енді арықтау керек. Вот, білмеймін, арықтауды бастайын да, одан кейін тастап кетем. Сила боли жоқ. Білмеймін, қалай істеу керек. Қандай кеңес бересіздер сіздер? Ай, қолым. Каналымнан қорққан бар ғой. Саусақтан алды ғой. Соның өзі ауырады. Кеттім жұмысқа. Все, жұмысқа да жақындап қалдым. Бізде Астанада қар ұшқындап тұр. Кішкене көктем шығып қалып еді. Енді что-то салқындап тұр. Аяз білінеді.
ас болсын бізге. Шашымайды. Анель бізде панкейк пісіріп жатыр. Вообще бұл тесто, кекстің тестосы оған сұйық болып кетті. Ойдым сосын панкейк пісіре салды, е? Қазір шай ішеміз. Подписчику. Кімде? А 4 76 миллион подписчик. Осылардың подписчиктеріне қызығатты отырады менің балам. Олар. Шортанда бір связка алып пişеріп қалған кезде связка тұрып ұрады ғой бүйтіп жерге қадайды ғой. Волейболын айтып жатыр. Маған түк қызық емес енді. Шортандылар финалға өтіп кетті. Оралға тегін билет, тегін форма, тамақтары да тегін, жататын жерді тегін. Бара алмай қалған еді. Шортандыдан жеңіліп қалды. Шортанды деген бізде район. Бірақ Солардың қыздары жеңіп кеткен ғой. мен хотя бы бір команданың өзім алып шықтым, өзіміздің команданың. Туф. Подачам мен ағай мақтады ғой. Туф. Мысалы мен болмаса кім алып шығады? Кімнің қызы? Связка болып подача ұрдым ғой. Анельдің панкейктермен шай ішіп қазір. Что-то жұқа болыпты, ча? Күйетін ешнәрсе жоқ. Сода қайда екен? Жоқ, сода тұр ғой ана жерде. Я разрыхлитель алуға ұмытып кеттім да. И вареньемен. Маған вообще тәтті жеуге ұнайды. Сүтпен шай ішуге ұнайды. Какао. Мен өтейін. Жарайды деп жеп алайын деп жатырмын. Ертең сосын аллерголыққа барам ғой. Ал мен осының бәрін пісірген. Осының бәрі дейді. 5-6 панкейкті. Аны не істеп қой мен басым. Какао қант салушы ма едің? Біз бір-ақ команданың жеңіп кетті ол мен арқамда. Жарайды. Целиноградты жинаймыз скоро. Не? Наурыздың каникулы бола ма? Сол кезде ма? Сол кезде болады екен. Кешен сұрап алғанмын. Жағайдың туралы отырып алғанмын. Енді сендер нетпейсің ма? Дайындалмайсың ма дұрыс? Ертең дайындаламыз. Бізде барлығы бар, подача бар. Просто бізде физический тренировка жоқ деп андай. Достар, осымен бүгінгі күніміз аяқталды. Иә, осымен осы видео аяқталды. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Тағы да қандай тақырыпта видео түсірген сіздерге ұнайды. Осындай күнделікті блог ба, әлде басқа бір тақырыпта ма? Жазып кетіңіздер. Тіркелуге ұмытпаңыздар. Мансұр, кәне бірдеңе айтшы. Не деп? Білмеймін. Лайк басып кетіңдер. Давайте.